Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 17-ші сабақ мәтіннің тақырыбы және мәтіндегі негізгі ой деген тақырыпты өтетін боламыз. 10-шы тапсырма мәтінді оқып ат қой. Шоқыны өрлеген соқпақ ап-анық еді. Бара-бара өше бастады. Қойтастар көбейді. Арасында құбыжық тығылып жатқандай түсісті. Мені биіктен гөрі маңайдың меңіреу тыныштығы алаңдатады. Мұндайда қай-қайдағы еске түседі екен. Апамның қасқырлар апанын терең шатқалдарға қазады дегенін ойлап денем қалтырады. Кейін қайтсам ба екен, қайтайын десем намыс жібермейді. Балалар естісе ұят болар. Көзімді көлегейлеп аспанға қарадым. Күн арқан бойы көтеріліпті. Енді біраз жүрсем, шоқының басына шығатын сияқтымын. Мәтіннің авторы Шәкен Күмісбаев. Балалар, енді осы мәтінге байланысты бізге берілген тапсырмалармен жұмыс жасайық, Балалар, біз мәтінге намыс ұяттан күшті деп ат қойдық. Олай болса, өзің таңдаған мәтін атауын сыныптастарыңның қойған атауларымен салыстыр. Кімнің қойған атауы ұнады, неліктен ұнағанын түсіндір. Олай болса, балалар, сыныптастарыңыздың атауларымен өздеріңіздің мәтінге қойған атауларын салыстырып, кімдікі ұнады, соны комментарий бөліміне жаза өтсеңіздер болады. Олай болса, балалар, келесі 11-ші жаттығуға назар аударыңыздар. 11-ші тапсырма оқы. Мәтіннің тақырыбына сәйкес келмейтін сөйлемді тап. Осы сөйлемді алып тастап, мәтінді тақырыбымен бірге көшіріп жаз. Ердос. Ердостың атасы Шопан. Бірде атасының қызуы көтеріліп, жатып қалды. Адамның қызуы көтерілген кезде дәрігер шақыру керек. Шашқан шөпті лезде тауысқан қойлар маңырай бастады. Атасының тынышы кетті. Ауырғанына қарамай киініп сыртқа шықты. Қорада мал да, ерттеулі ат та жоқ. Ол өсіп тұрған гүлді үзіп алды. Қарт алысқа көз салды. Малды өріске айдап бара жатқан немересін көрді. Ол Ердос еді. Балалар, бұл мәтін Балдырған журналынан алынған. Мәтіннің тақырыбы оның қысқаша атауы екенін дәлелде. Балалар, мәтіннің тақырыбына сәйкес келмейтін сөйлем ол адамның қызуы көтерілген кезде дәрігер шақыру керек. Яғни, осы сөйлемді алып тастап, мәтінді көшіріп жаза қойыңыздар. Мәтіннің тақырыбы оның қысқаша атауы екенін дәлелде. Мәтіннің тақырыбы, балалар, Ердос, ол мәтіннің қысқаша атауы бола алады. Себебі мәтінде осы Ердос бала туралы жазылып отыр. 12-ші тапсырма оқы. Күздің қай айының аты көп нүктемен берілген? Қараша айы қыстың хабаршысы. Қараша айында жердің топырағы тоң болып қатады. Қара суық күшейеді. Су бетіне қабыршық мұз қатады. Күн қысқарып, түн ұзарады. Кей жерлерді қар басады. Кей жерлерде жауған жаңбырдың арты қарға айналады. Мәтіннің тақырыбын анықта. Балалар, мәтіннің тақырыбын қараша қыстың хабаршысы деп қойдық. Қандай сөздер мен сөз тіркестері күз айының атын табуға көмектесті? Мәтінге ат қойып көшіріп жаз. Балалар, мәтіндегі қара суықтың күшейіп, су бетіне мұз қатып, күн қысқарып, түн ұзаруынан және кей жерлерді қардың басуынан күздің қараша айы екендігін біліп алдық. Мәтінге ат қойдық, енді осы мәтінді көшіріп жазып алыңыздар. Келесі тапсырма, 13-ші тапсырма өлеңдерді оқы. Олар қандай тақырыпқа жазылған? Жүгерідей аппақ, ұстап көрсең қаттақ, су боп еріп кетеді, қойсаң тығып сақтап, сатыр-сұтыр етеді, шекеңе тисе өтеді, ауызға салсаң лезде, кәмпитте еріп кетеді. Мәтіннің авторы Руза Құнақова. Балалар, бұл бұршақ туралы айтылған, Ал төбемізден төнеді, төбемізден төгеді, табиғаттың маржаны тіпті неткен көп еді. Табанымды жаралап,
тердім жарды жағалап, тізер едім моншақ қып, ерейтіні жаман-ақ. Бұл өлеңнің авторы Несіпбек Айтов. Балалар, бұл екі өлең де бұршақ туралы айтылған. Сұрақ: автор өлеңді қандай көңіл күймен жеткізген? Мұндай көңіл күйді сезінуге қандай сөздер көмекке келді? Өлеңді оқу барысында осы көңіл күйді беруге тырыс. Балалар, жоғарыда айтқанымыздай, екі өлеңде бұршақ тақырыбында жазылған, иә? Автор өлеңді өкінішті көңіл күймен жазған, иә? Бұл көңіл күйді балалар автордың ерейтіні жаман-ақ деген сөздерінен білсек болады екен. Яғни, екі автор да осы бұршақтың әдемілігіне тамсанып, және де сол әдемілікті көп уақыт сезіне алмайтындықтарына өкініп отыр. 14-ші жаттығу. Қалай ойлайсың? Төмендегідей атпен берілген мәтіндерде не туралы айтылады? Олардың мазмұны бірдей ме, әлде әртүрлі ме? Олай болса балалар, бізге күз, күзгі дала, күзгі еңбек, күзгі орманға саяхат, күздің қызықты бір күні деген тақырыптар берген екен, өзіңе ұнаған тақырыппен мәтін құра дейді. Балалар, қараңыздар, төмендегі берілген мәтіндердің аттарымен біз күз туралы, яғни күзде болатын оқиғалар туралы мәтін құрастырсақ болады екен, Балалар, бұл жердегі мәтіннің тақырыптары әртүрлі болғандықтан, олардың да мазмұндары әртүрлі болып келеді, Яғни, бұл жердегі тақырыптың атауы мен мазмұндары бірдей болмайды. Енді өзімізге ұнаған тақырыппен мәтін құрастырып жазайық, Күз. Күз мезгілінде табиғат өзгереді. Ағаштардың жапырақтары сары, қызыл түске боялады. Ауа райы салқындап, жаңбыр жиі жауады. Далада егін жиналып, адамдар қысқа дайындалады. Бұл мезгілдің көрінісі әдемі әрі көңілді. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.